Kelesi sabaq bizde plan plintusov negizi plan santexnikida tag'i bir aytadigan narsa bor edi. Mına unitaz mına stayakdan qattiq qashib keta olmaydi. Masalan, mına жерде tursa stayak, ол unitaz желательно levi mına жерде, levi mına qabырғаның бойында тұра алады. Mına жаққа қою нежелательно, себебі мынадан жүздік труба битіп келіп унитазға кеп жалғанады. Сонда ол еще уклонмен барады. Сонда егер мына стаяктан біз алшақтай берсек, былай кеп труба былай бұрылса, мынаның наклоны жоғары болып кетеді да, мына унитаздың высотасы негізі мынаның төбесі крышкасының 420 мм тұру керек полдан. Сонда ол көтеріліп кетеді, 500-600 болып адамның аяғы салбырап отырып қалады. Сол үшін стаяк қай жерде тұр қарайсыздар. Унитаз одан қашып кете алмайды. Мына қабырға желательно подстраховка үшін солай қойып беріңіздер. Тек қана егер жоқ, басқа не жоқ болатын болса, возможность жоқ болатын болса, ғана сәл алыстап қойыңыздар. Негізі максимально бір 4-5 метр ара қашықтыққа дейін қойған дұрыс болып саналады. Енді келесі бізде план плинтусов, оны қалай жасаймыз? Оны біз стенамен жасаймыз, бірақ ол үшін біз специальный профиль жасауымыз керек. Бізде ол пока жоқ, енді сіздерде жоқ, менде бар. Оны қалай жасаймыз? Оған параметрға кіреміз, реквизиты элементов, сөйтіп менеджер профили дегенге кіреміз да, енді дизайнға кіреміз да, қараймыз дизайнда қандай плинтус тұр, жақындап қараймыз. Мынаның түрін жаттап алдық. Европластқа кіреміз, Европласт плинтус деп жазамыз да, кіреміз да, каталогтан плинтусы дегенді басамыз. И қарайсыз, высотасы қандай примерно, и түрі қандай. Менікі мынадан аумай тұрға, прям 120 мм высота, түрі де ұқсайды екен. Значит, бұл осы. Енді бұның высотасы 120. Мына сурет бізге керек болады. Бұны клавиатураңызда print screen ProtoSK деген кнопка бар, соны басасызда. Мынаны бүйтіп мышкамен қай жер екен көшіресізда. Сізде сразу копировать етіледі. Архикатқа кіресіз. Сізде жаңа менеджер профилі ашық тұр. Сөйтіп новый деп басасыз. Атын Plintus H 120 мм деп екі. Менде ондай уже бар. 2 деп екінші нөмір деп создать етіп жатырмын. Новый болады. Окей дейміз да. Міне, егерде 4 бұрыш тұр ғой енді. Осы 4 бұрыш. Егерде біз қазір осыны таңдап сызатын болсақ, ол 4 бұрыш нәрсені қойып береді бізге. Бізге 4 бұрыш емес, жаңағы мына форма керек. Ол үшін біз жаңа суретті қоямыз, мышканың колесикасымен алыстатамыз. Мына сурет бізде үлкен болып тұр. Мына жерде өлшемдерін өзгертсек болады. Таңдаймыз да 100 деп кішірейтеміз. Сонда 10 см болады. Жылжытамыз. Енді бізге сол өлшемде 4 бұрыш сызып алсақ дұрыс болады. Штриховкамен сызылған дұрыс болады. Сразу аламыздан аның высотасы биіктігі 120-ға, толщинасы 14 екен. 14-ке 120 деп сызамыз. Мына астында тұр ғой, мына өлшем. Размер 1, размер 2 деп. Соған бірінші размер 14, тапты бассақ, высотасы 120. Enter басамыз. Міне осы өлшемде тұру керек біздің неміз, плинтусымыз. Енді оның суретін алып келеміз. Мынаны бүйтейік. Қалай істейміз? Бірінші сызықпен сызып алайық онда. Мынаның өлшемдерін сызықпен сызып алайық. 14 астыға қарай 120, 14, 120. Мына суретті алып келеміз бұрышына. Примерно үлкейтеміз енді. Үлкейген кезде масштаб сақтау керек. Турана көк сызықпен үлкейту керек қой. Прям идеально болу шарт емес. Бізге главный өлшемдері дұрыс болса болды. Формасы чуть-чуть келсе
Bo'ldi, birday bo'lu shart emas. Siz endi haqiqatda dizayn jasab qo'ygan. Siz просто chechur jasab жатсыз. Qo'yib olamizda. Толщинасын. Endi alt bosib shtrixovkani немесе na shtrixovkani tanglaymizda. Sızib chiqamiz. Mana o'lchamdan chiqib ketpeu kerak bizga. Mana yerdan boshlaylik. Mana tanglaymiz. Bulaynan sirtqi o'lchamlardan kelamiz. So'sin ishga qaray kiradi ekan. Oslay so'sin ko'tariladi. So'sin bulaynan. So'sin bulaynan. deb astag'ara üstüp ketadi ekan. Üstüp ekan qo'y. Endi bularning округленияларын жасаймыз. Асты сплошной bo'lib turaversin. Mana jag'i чуть-чуть округление bizda. Скруглить 1. Скруглить 5. Скруглить 3. Скруглить. И надо скруглить. И надо скруглить. Endi ayet әдемі болды. Мына жағы керек емес. Мынаны енді уже өшіріп тастасақ болады. Енді бізде уже өлшемдерімен тұр. Мына сызықтарды өшіріп тастай саламыз. Бізде главное мынау штриховка болып тұр ғой. Мынаны көшіреміз свойствосын сөйтіп. Бізде мынаны өшіріп тастасақ болады. Мынандай x деген тұр. Бұл точка привязки. Осыны біз переместить деп мына точкаға қоямыз. Сөйтіп мына точкаға shift басып қойып келеміз. Бұл не? Қабырға мен потолоктың мысалға. Мынау қабырға бізде. Мынау потолок. Мынау пол, мынау қабырға. Осылай тұрады деген сөз. Мынау привязкасы деп түсіну керек. Түсіндіңіздер ме? Сөйтіп мынаны өшіріп, мынау енді для примера болды. Енді астыға мына жақта қараймыз. Модификаторы. Изменение ширины, изменение высоты. Осындай высота дейміз да. Сохранить дейміз ғой. Міне пайда болды. Дальше жауып тастаймыз да. Біз қабырғаны басып, біз енді слой ашамыз. Создать дейміз да. План плинтусов деп. Немесе плинтус деп қойсаңыздар да болады. Сөйтіп стенаны таңдаймыз. Бізде мына жерде мынау тұрады. Бұны біз специальный дейміз да. Специальныйдың ішінен плинтус H122 деген жаңа сызғанымыз. Соны таңдаймыз. Тек енді қараймыз мына жақта. Бізде планда әдемі анық болып көрініп тұру керек. Соны қазір тұрлаймыз. Так. Көк болсын. Дейміз да. Енді плинтусты сызамыз. Қараймыз дизайнда. Дизайнда қарауға да бәне шарт емес. Просто шкаф болатын жерлерде плинтус болмайды. Мысалы мына жерде шкаф. Плинтус мебельден кейін жасалады. Сол үшін шкафтан бастаймыз да. Бұлайнан. Сосын бұлайнан. Мына жерде егер терезеңіз допола болса, терезеге дейін болады. Егер подоконнигі болса, онда сплошной болады. Менде енді терезеге от пола до потолка бізде. Сосын тағы бір нәрсе. Плинтус деген слой создать еттік қой. Сол жерде мынаның жанында 2 деп тұру керек. Қалғанның бәрі бір. Бұл не? Мына 1 дегенде бір-біріне әсер етеді. 2 деген мыналарға әсер ете алмайды. Сондай бір-біріне әсер ететін команда ғой. Деп есікке дейін деп осылай сызып шығамыз. Размер қоям десеңіз қойсаңыз болады. Размер қоймасаңыз да болады. Главное бізге кейін вагон метрін шығарып берсек болды. Болды, сонымен осылай размерді мебельге дейін үстіп қойып шығасыз. Мебель болғанда шкафтарға, мысалға кроваттың астынан қоя бересіз. Үстіп қойып шығасыз да. Плинтустарды қойып шығасыз. Енді карниз бар. Карнизді қалай жасаймыз? То же самое. Европласттан каталог карнизі дегенге кіреміз. Енді карнизді қалай жасаймыз? Карнизді Европластта кіреміз. Каталог карнизі дейміз. Сөйтіп, менде енді дизайнда жоқ.
мынаны таңдайық, допустим, осыны қараймыз. То же самое мына суретті алып, соны қайталап сызып шығамыз. Сөйтіп, тура жаңа плинтустағыдай. Енді бұны балкамен сызсақ болады. Сложный профиль деп балканы таңдап, сложный профиль дейміз. Специальныйдың ішінен менде уже карниз деген бар. Осыны таңдаймын да алып сызып шығамын. Өстіп мынаны өстіп мына жерде менде карниз болатын болса, высотасын жазып, осылай өстіп сызып шығамын. Бірақ енді бұның слойы балки емес. Слой ашам. Создать план галтелей деп жазамыз да, сөйтіп балканы галтелға көшіріп сызып шығамыз. Болды сонымен. 3D-ні ашатын болсақ, мысалға F3-ті басып 3D-ға көштім. Сөйтіп қараймыз. Мысалы, мына жақта Ctrl-L Plintus дегенді басамыз да. Қазір көріну керек. Қайда кетті? Міне. Көрініп тұр Plintus'ымыз. Енді карнизді де тура солай жасаймыз. Басқа проблема жоқ. Жалпы сол.